Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі менің сіздерге айтатыным күріш суының денсаулыққа пайдасы. Видеоны көрмей тұрып подписаться мәзірін басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Ежелгі Қытай рецептілері тәніміздің саулығын сақтайды. Уақыттың өзі тексерген медициналық білім әдеттегі құралдар пайдасын тигізбеген кезде көмектеседі. Қытайлықтар күрішті ерекше жақсы көреді. Бұл тағамды көп тұтынатындары да кездейсоқтық емес. Дұрыс дайындалған күріш өмірді ұзартып, ағзаны қажетті заттектермен қамтамасыз етіп отыратын өте пайдалы тағам. Күріш жеп отырған кезде ағзаңыздағы токсиндер сыртқа шығады. Асқазан мен ішек жұмысын ретке келтіреді. Күрішке қарағанда оның суының пайдасы мол. Егер бұрын соңды күріш суының пайдасы туралы естімеген болсаңыздар, дәл қазір салауатты өмірге жаңа қадам басасыз. Мінсіз келбет, күш қуат, сау тері күріш суын тұтынатын адамдардың серігі. Күріш суы ағзаны көмірсулармен қамтамасыз етіп, асқазан ауруын емдейді. Артериялық қысымды ретке келтіреді. Оба ауруын алдын алады. Мұнымен қатар оның косметикалық қасиеті бар. Саңылаулардың аузын бітеп, тері түсін біркелкетіп, майлылық деңгейін азайтады. Арнайы тағамдар шықпаған кезде ата-аналар балаларын осы сусынмен тамақтандырған. Күріш суының арқасында дисбактериоз, дерматит сынды аурулар өте сирек кездесетін болған. Ол өте қарапайым әдіспен дайындалады. Аз мөлшердегі күрішті суға салып қайнатыңыз. Бір стақан суға бір ас қасық күріш жеткілікті болады. Қайнатпа түсінің бұлдырлауына мүмкіндік беріңіз. Онымен күніне 2 рет бетіңізді жуыңыз. Бір аптаның ішінде оң нәтижесі байқала бастайды. Достар, менің видеом ұнаған болса, коммент жазып лайк басуды ұмытпаймыз. Және де менің каналыма жазылыңыз.